Сыныптағы балалар партаның астында тығылып тұрған қаныштың қапшығын байқап қалды. Қызыққан балалар қапты ашып көргенде ішінен ұсақ тастар мен сурет салынған қағаздар шығады. Алғашында олар тастарды жай тас па әлде тас көмір ме деп таңырқайды. Мұғалім суретке қарап, оның Баянауыл табиғатын өте әдемі бейнелегенін байқайды. Осы кезде сыныпқа Қаныш кіріп келеді. Ол тастарды Баянауыл мен Екібастұздан арнайы жинап әкелгенін айтады. Мұғалім Қаныштың сурет салуға деген қабілетін мақтап, оның өнеріне риза болады. Балалар да Қаныштың талантына таңырқап, асыл тастарды қызықтап қарайды. Алан, не оқып отырсың? Қазақтың тұңғыш геологы Қаныш Сәтбаев туралы оқып отырмын. Қаныш ата туралы білгің келе ме? Иә, білгім келеді. Зият, бізге Қаныш Сәтбаев туралы айтып бересің бе? Әрине, бала Қаныш тауға шығуды ұнатқан. Ол табиғатқа ерекше қызыққан. Алан, Қаныш атаның портретінің астында Ғабдул Хани деп жазылыпты. Иә, Қаныш атаның шын аты Ғабдул Хани. Дұрыс байқадың, Дана. Қаныш Сәтбаевтың шын аты Ғабдул Хани. Оны анасы Ғани Ғаныш деп еркелетіп жүріп, Қаныш деп атанып кеткен. Жасынан бала Қаныш дарынды, зерек болған. Ол 4 сыныпты 2 жылда оқиды. Мектепті бітірген соң Семей қаласындағы семинарияда және Томск университетінде білім алады. Оған кен орындары мен қазбаларды зерттеу ұнаған. Қаныш Сәтбаев қазақтың тұңғыш геологы, академик, профессор. Қаныш Жезқазған қаласында 15 жыл жұмыс істеп, пайдалы қазбаларды зерттеді. Ол қазақ жерінің пайдалы қазбалар картасын жасады. Пайдалы қазбалар? Маған пайдалы қазбалар туралы айтшы. Жақсы. Пайдалы қазбаларға темір, мыс, алюминий, алтын, күміс металдар жатады. Қарағанды мен Екібастұзда тас көмір, Атырау жерінен мұнай шығады. Ақтау, Орал жерінен мұнай, газ шығады. Арқалықта алюминий бар. Жезқазғанда мыс, Қостанайда темір, Алтайда алтын шығады. Қаныш Сәтбаев әлемдегі 1000-нан артық минералдың жартысын қазақ жерінен тапқан. Сәтбаевтың атымен аталатын Сәтбаевит минералы бар. Қаныш атамыз қалай көп еңбек еткен? Қаныш Сәтбаев қазақ даласындағы пайдалы қазбаларды зерттеген ғалым.